Бүгінгі сабақта біз сіздермен Валберестің ішкі системасымен, қай жерде не орналасқан, сонымен кішігірім таныса өтетін боламыз. Жалпы ең бірінші көрген адамға бұл жерде көп нәрсе түсініксіз болуы мүмкін. Именно сіздер жұмыс жасайтын, сіздерге қажетті деген жерлерін толықтай түсіндіріп, кішігірім көрсетіп кететін боламын. Ары қарай біз сіздермен товарды салуды барлығын бірге үйренетін боламыз. Енді қараңыздар достар, ең бірінші бұл жерде бізде товары деген жер бар. Бұл жерде бізде Валбереске кірген кезде товары деген шығады. Товары деген жерде карточка товаров деген бар. Мына жерде байқасаңыздар, мен қаншама товарды осылай карточка товары создавать етіп салып тастағанмын. Бұл жерде карточка товаров деген жер сізге ең қажетті жер десем де болады. Сіз товарыңызды салып, осы жерде описаниясымен жұмыс жасап, фотоларымен жұмыс жасап, полный видеоларын салып деген сияқты солай жұмыс жасайсыз. Ең бірінші созданный карточки деген жерде менің өзімнің салған карточкаларым көрініп тұрады барлығы, олардың штрих-кодтары, артикулдары деген секілді. Ал на создание деген жерде, мысалы сіз ғана товарды салдыңыз, ол енді обработка болып жатқан кезде на создание деген жерге барады. Егер де сіздің товарыңыз созданный карточки деген жерде болмаса, на создание дегенге қараңыз, немесе карточки с ошибками деген жерге қараңыз. Карточки с ошибками деген жерде сіздің товарыңызда бір ошибка болса, оны көрсетіп беретін болады. Статус деген жерден, мысалы, осы жерден қай жерден қате кеткенін барлығын көрсетіп тұрады. Соған қарай сіз исправить деген кнопканы басу арқылы сол қателермен жұмыс жасай аласыз. Және бұл жерде карточки без фото деген бар. Егер сіз карточкаларыңызға фото қоймайтын болсаңыз, ол сразу карточки без фото деген жерге түседі. Және ондай жағдайда кейбір товарларыңыз, карточка товарыңыз сіздің ары қарай банға кетуі мүмкін. Жалпы карточка товара дегеніміз бұл сіздің товарларыңызбен жұмыс жасайтын жер. Сізге түсінікті ғой, әрбір мысалы товарды салған сайын бір товарыңыз бір карточка товары болып саналады. Және де ол жерде инструкция бойынша сіздерде не нәрсе жасауға болады, қалай толтыру керек тағы да көрсетіп қойған. Осы жермен де енді бастап жатқан болсаңыздар, бір танысып шығуларыңызға болады. Қалай жұмыс жасау керектігімен, не істеу керектігімен. Бірақ алдағы сабақтарда да біз сіздермен карточка товарын создавать етуді үйренетін боламыз. Енді осы жерде жалпы сіздің брендтеріңіз тұрады, мои бренды деген жерде қараңыз. Мысалы, менің қолданған брендтерім барлығы осы жерде көрініп тұр. Және де рекомендация деген жерлер бар мына жерде мысалы. Бұл жерде сіз өзіңіздің товарларыңызды бір-бірімен жалғай аласыз, бірақ бастапқы кезде бұл нәрсе сіздерге қажет емес. Сонымен қатар келесі жерде бізде сіздерге қажет жер бұл маркетплейс деген жер. Маркетплейс деген жерде жалпы сіздің жіберген товарларыңыз, олардың сборкада тұрған товарларыңыз көрінеді. Жалпы бұл жерде маркетплейс деген жерде сборочный задание деген жерді ашсаңыздар, осы жерден сіздерге түскен заказдарыңыз новый деген жерден көрініп тұрады. Егер товар салған болсаңыз, осы жерден қарап, сізге заказ түсті ма, түспеді ма тексеріп отыруларыңызға болады. Және де ары қарай бұл заказдармен қалай жұмыс жасау керектігін тағы да полный үйренетін боламыз біз сіздермен. Сборочный заданияның екінші түрін көрдіңіздер, везу самостоятельно до клиента. Бұл жерде аты айтып тұрғанда, егер заказ түссе, сіз доставканы өзіңіз жасайтын болсаңыз, онда осы варианттағын таңдасаңыз болады. Бұл жерде де дәл сондай завершенный доставка до покупателя барлығы көрініп тұрады. Енді управление остатками деген жер бар. Яғни бұл жерде сіз әрбір товарыңыздан қанша штук қалғанын полный көрсетіп жазып отыруыңыз қажет. Бұл жерде біз Excel-мен жұмыс жасайтын боламыз алдағы уақытта. Және де осы жерде мои склады деген жерді алдында біз сіздермен қостық, көрсеттік, қалай өзіңіздің складыңызды қосу қажеттігін туралы. Және де цены и скидки деген жер бар. Бұл жерде сіз бағаларды қойып, солармен жұмыс жасай аласыз. Бірақ негізінде цена и скидки деген жерді приложениемен жасаған дұрыс. Оны да өтеміз алдағы сабақта. Енді отзывы и вопросы деген жер бар. Сізге келген жалпы отзывтардың барлығы көрініп тұрады бұл жерден. Мысалы, мен барлық отзывқа ответ жазғанмын өзім. Сонда да барлығы көрініп тұр.
вопросы деген жер бар. Сізге қойылған барлық сұрақтарыңыз, мысалы, кейбір конкуренттеріңіз жазуы мүмкін бұл жерден. Және де осы жерден сіз сұраққа 72 сағаттың ішінде жауап бермейтін болсаңыз, сізді банға жіберуі мүмкін, сіз карточка товара создавать ете алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да әрбір жазылған сұрақтарға вопросы деген жерді қарап, жауап беруге тырысыңыздар. Вопросы деген жерге сұрақты сіздің клиенттеріңіз қоюы мүмкін, немесе конкуренттеріңіз де қоюы мүмкін. Келесі жер финансы деген жер. Жалпы сіздегі осы Wildberries-тегі өзіңіздің түсетін ақшаларыңыз, олардың қанша теңге екендігі барлығы отчет деген жерден көре аламыз. Және де календар оплат деген жер бар. Сіздің оплаталарыңыз төленді ма, төленбеді ма, банкке кетті ма, барлығы көрініп тұрады. Және де аналитика деген жер. Аналитика жалпы бұл жерде сіз өзіңіздің товарларыңыздың возврат болған товарларыңызды көре аласыз. Және де банкқа түскен карточкаларыңызды көре аласыз. Барлық аналитиканы осы жерден көруіңізге болады. Содан кейін барып осы жерде что продавать на Wildberries деген жерде бар. Жалпы бұл жерде дефицит товарларды Wildberries-те мысалы, клиенттер бар, бірақ сатып жатқан поставщиктер жоқ. Сондай товарларды да көрулеріңізге болады. Және де комиссия логистика хранение деген жер бар аналитикада. Бұл жерден сіздер әрбір товардың категориясына байланысты комиссиялары бар. Мысалы, сіз Wildberries-те бір товарыңыз сатсаңыз, допустим, мына бір чехолды саттық, Wildberries-те. Оны сатқаным үшін мен Wildberries-ке өзімнің какой-то бір комиссиямды төлеймін. Мысалы, мен чехолдың комиссиясын қазір көрейін. Чехлы деп көпше түрде жазамыз. Міне неше түрлі чехолдар шықты. Бізге керегі именно осы соткаға арналғаны қажет. Міне, чехлы для телефонов деп тұр, чехлы для телефонов. Міне мынау керек маған. 15% от продажи менде, мысалы, алынады комиссия за то, что мен Wildberries-те өзім товарымды сатып жатқаным үшін. Және де одан бөлек 85 рубль бізде доставкаға төленеді. Және де осы секілді сіз кез келген товардың, мысалы, комиссиясын көруіңізге болады. Мысалы, кремы деп көрейік. Крем именно красота бойынша 10% от стоимости 59 рубль доставкаға алынады. 59 рубль дегеніміз где-то 300 теңгеден асады. Және де келесі жерде бізде реклама деген жер бар. Реклама деген жер, бірақ Қазақстанның поставщиктері үшін осы жердегі реклама деген жерді қосуымызға болады. Бірақ біздің именно Қазақстан поставщиктері үшін әзірге реклама қосылған жоқ. Және де осы жерлерде новости деген жерден сіздер полный каждый раз Wildberries-те қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай акциялар жүріп жатыр, соның барлығын көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Және де карта складов деген жер осы жалпы складтардың қанша екенін, ПВЗ-лардың, жалпы солардың адрестерін жазылып тұрады. Міне қараңыздар, Алматы бойынша, город Алматы, улица Ратушнова 64Г, склад 1 деп жазылып қойған. Көрдіңіз бе, уже сразу көрініп тұр барлығы. Енді қараңыздар, кредиты деген жер бар. Бұл клиенттерге арналған кредиттер болып табылады. Бірақ бұл жерде біз әлі кредиттерді Қазақстанның поставщиктерді қоса алмайды. Бізде алдағы уақытта қосылады. Сол кездерде мүмкін сіз өзіңіздің кредит және де реклама деген нәрселерді қосуларыңызға болады. Және де осы жерде уведомление деген жер бар. Егер сізде кейбір заказдарыңыз мысалы қабылданбай жатса, сондай болып жатса, сізге осылай келеді уведомление. У вас есть новые заказы, которые не взяты не на работу деп тұрады. Көрдіңіздер ғой, осы жерден көрсеңіздер болады. Ал мысалы ИП Мульдер дегеннің жанына келсем, мендегі настройка деген жерден жалпы осы настройкаларымды, өзімнің даныларымды осы жерден өзгертіп отыруыма болады. Қараңыздар, және де осы жерде оферта деген жер бар. Оферта дегеніміз бұл жалпы Wildberries-тің өзінің қойған поставщиктерге бір условиялары десек те болады. Сіз бұл жердегі офертамен танысу арқылы Wildberries-тің барлық қойып жатқан шарттарына біз келісеміз. Менде қазір оферта шықпай тұр. Неге? Себебі менде оферта барлығы қабылданып қойған, принимать етіп қойғанмын. Ал егер сіздер енді бастап жатсаңыздар, оферта деген жерді бассаңыздар, документ шығады. Сонымен полный танысып шығуларыңызға болады.
Жалпы достар, осы Валберестің ішкі системасы қазір мен сіздерге былай аттарымен жалпы танысып кеттік. Табары сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы уақытта сабақтарымызда осы барлық бізге қажетті деген жерлермен толықтай жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Келесі сабақта жүздескенше.